Бауыржан Момышұлы, Ұшқан ұя, повесть. Құрық берсем құл болма, шыбық берсем шіл болма, бәрінен де шырағым, баяны жоқ ұл болма. Ұшқан ұя. Менің бабам Имаш 1911 жылы 90 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық, аса жарлы, ақтидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен саяқ. Ол біткеннің бәрі қазанның түпкесіндей әкесіне тартып қара болды. Қыз жағы өзіме тартып ақбаша ажарлы шықты деп отыратын еді Жарықтық. Әжем өзінің ұлдарына өңшең ақбаша арулауықты айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасына дейін салт басты сабау қамшылы жүріпті. Әжем оған: «Әй қарақұл, мен Құдайдан саған ай көріпті ақ перизат жолықтырғай деп тілеймін. Күн болмаса немерелерімді жиіркенбей сүйейін дейді екен». Бірде көрші ауылда үлкен той өтіпті. Той ойын сауықсыз болған ба? Үлкен киіз үйдің ішінде жігіттер мен қыздар айтысып жатса керек. Той дегенде қу баста домалайды. Кемпір сампырлармен ілесіп, менің қыз тумас әжем де келген екен. Кәрі құлағы елең етіп, киіз үйден шыққан айтыс әнін естіп қалады. Біздің ауыл Мыңбұлақ басын ала, басыңдағы орамал жасыл ала, көңілің бізде болса ақұдаша, біразырақ отыршы қасың ала. Қыздың даусы жайдары естілсе де, жалтара жауап қатып отыр екен. Кәдімгі бас қосқан жердегі бастама өлеңнен ұзай қоймапты. Дегенмен сөз арасында жақсы жігіт дегенді жиілете берсе керек. Қыз тумас әжем оны да сезіпті. Қарашаға ендеше қарашаға, кисе киім жарасар аласаға, бас қосыппыз бұл тойда жақсы жігіт, өлең айтсақ болмай ма тамашаға. Бірақ жігіт жағы алғашқы екпіннен танбай, ынтық көңілін ұсына беріпті. Мыңбұлақтың сулары сылдырайды, сұлу қыздың бұрымы бұлдырайды, құдаша деп сыртымнан құмартушым, ескергейсің ендігі біздің жайды. Құдашасына сонша өзеуреп отырған кім екен деп, әжем есіктен сығалап қараса, қара батыр, құдаша қара батыр, жау қайрар жасқанбай дара батыр. Тәңір айдап өзіңмен бас қосыппыз, осы кесе сіз жаққа бара жатыр деп, өлеңмен бір бойжеткен қара қызға аяқты бұрып тұрған өз Момыш екен. Әжем сонда ұлына айғай салып: «Өзің қазанның түпкесіндейсің, күйеге күйе жұқса не болмақ Құдайым-ау» деп баласын үйден қуып шығыпты. Анасының айтқанын ішінен ұнатпаса да, әкем оның ырқына көнеді екен. Баласына қанша ұрсып қатал болса да, әжем менің әкемді жақсы көріп, мақтан тұтып, бұл қара құлдың түрі маған тартпаса да ақылдылығы тартты, соған да Құдайға шүкір деп отырар еді. Әкем содан айтыс қуып әндетіп жүре-жүре 33 жасында Байтана руынан Әбдірахманның Разия атты қызына үйленіпті. Ол менің шешем еді. Ол кісі мен 3 жасқа толар-толмаста қайтыс болған. Анамның қандай кісі болғанын тек әжем мен әкемнің әңгімелерінен ғана білемін. Қайран әжем өле-өлгенше Разия келінінің қазасына қайғырып өтті. Мезгіл-мезгіл тоқаш қуырып, ас пісіріп, келінінің аруағына бағыштап Құран оқытар еді. «Жатқан жерің жәннат болсын, маңдайыма сыймай кеткен періштем Разия» деп өзінен өзі отырып көзіне жас алып қайғыратын. Сөйтіп Разиядан қалған немерелерінің басынан сипап, маңдайымыздан сүйетін. Разияның тұңғышы Үбіш, онан кейінгілер Үбиян, Сәлима, Әлима кілең қыз бала болады. Момыш әкемнің айтуынша, мен 1910 жылдың қысында, ескіше декабрьдің 24-інде туыппын. Әкем ол күні Әулиеата шаһарында екен. Мен туған соң Имаш бабам жан-жаққа кісі шаптырып, әкеме де хабаршы жіберіпті. Біздің ауылдың Байтоқ деген кісісі 60 шақырым Әулиеатаға ат сабылтып жетіп, әкем жатқан үйге кіріп келіп, бір ауыз сөз айтуға дәрмені келмей, Момышты құшақтап жылай беріпті. Әкемнің қарындасын үй іші үрпиісіп, бір жаманат хабар жеткен екен деп қорқып қалады. Ақыры бәрі Байтоқты жұлмалай: «Не болып қалып, айтсаңшы» деп тақақтағанда ғана Байтоқ: «Жеңешем ұл тапты» депті. Үрейден үрпиіскен жұрт енді мәз-майрам болып, қуаныштары қойындарына сыймай Байтоққа сүйіншісін беріп аттандырыпты. Әулиеатадан әкем қайтып келгенде, ағайын жекжат құтты болсынға жиналып қалған екен. «О, Момыш, балаңның бауы берік болсын, Ақментей бабасындай батыр болсын, Ақмоладағы батырбазыдай мәрт болсын, Бәйдібек батырдың әруағы қолдасын, домалақ анамыз жар болсын» десіпті. Сөйтіп шілдехана тойға ұласыпты. Той соңында Имаш атам алақан жайып, ел қарияларынан бата сұраған екен. «Төл немерең, бел немерең ғой, бата жөні де өзіңдікі» десіпті ақсақалдар.
Сонда Имаш бабам былай деген екен: Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлының. Қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлының. Елінің тілегі зор еді, шырағы болсын құлының. Ата тілегі оң еді, құмары болсын құлының. Бұл жер батырлар төреді, сыңары болсын құлының. Жарық дүниеге келгенме 2-3 ай болғанда шешем мені күн көзіне шығарып, Имаш атамның алдына әкеліпті. Атам ерте көктем алдында ағаш отырғызып жүр екен. Атасының қолын ұзартып қолғабыс беруге келді депті. Шешем ізетпен иіліп. Атам еміреніп мені алақанына алыпты. Қолыма жас бұтақ ұстатып, құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма, бәрінен де шырағың, баяны жоқ ұл болма деп келініне мені қайтарып берген екен. Атасымен алғашқы дидарласуының құрметіне деп, алғашқы өсиет өмірлік өнеге болсын деп, әкем сол күні кешке мал сойып, ауыл ақсақалдарының басын қайта қосыпты. Мен туғанда әкем 50-де еңсеріп қалған кісі екен. Әжем жарықтық әкемді балаларымның ішіндегі ет тірісі осы болды деп отырар еді. Әкем өз бетінше талпынып жүріп ескіше сауатын ашып алыпты. Содан өле-өлгенше өз бетінше оқып тоқыған адам. Ол есеп қисапты тәуір білетін. Тіпті орыс алфавитінде ежіктеп шығара беруші еді. Жас күнінде ағаш ұста болыпты, етікші де атаныпты, тәуіпшілдігі де бар екен. Әсіресе зергерлікті жақсы көрген. Біздің елде одан өткен зергер ұста болмаған. Жігіт күнінде қыз келіншектің көңілін аулау амалымен үйренген зергерлік өнерін әкем қартайғанда тастамаған. Мұнда ол соққан сақина білезікті салып жүрген көзі тірі кемпірлер бар. Ал ол кемпірлер бір кезде олжыған жас еді ғой. Әкем өз жанынан өлең шығарып, жиын тойда айтысқа да түсіп жүріпті. Ескі ақын жыраулардың термелерін, қиссаларын жақсы көріп тыңдайтын, бірақ жатқа айта алмаушы еді. Момыш әкем ат жалым тартып мініп, бозбала халге жеткенде, Имаш бабам шаруа билігін соның қолына беріпті. Ауылдағы келін-кепшікті бір шыбықпен айдайтын адуынды қыздумас әжемнің өзі де, момыштан сұраңдар, момыш білет деп отырады екен. Ағайын туған арасындағы алыс-беріс, көрші қон мәселесі, ас-той, дау-дамай, бәрі момыштың араласуынсыз шешілмеген. Әлдеқалай ол жол жүріп кетсе, сапардан қайтып келгенше тірлікті соған қаратып, жолын күтіп отыратын болған. Имаш бабамның көзінің тірісінің өзінде біздің шағын ауылды момыш ауылы дейді екен. Шаруамыз шап-шағын еді. Біздің үйдің іші қартайған Имаш бабамнан бастап, есін енді біліп келе жатқан баласына дейін жеген нанын табанақы маңдай терімен тапқан. Ешкімді жалдамаған, ешкімге жалданбаған. Жас кезінде әкемді әйелдер жағы молда бала дейді екен. Кейін ұста бала дейтін болды. Ал әжем оны қарақатпа деуші. Әкем орта бойлы, арық, қара кісі еді. Маңдайы жап-жазық, қасы қалың, көзі шүңгіл еді. Сол арықтығына қарамай керемет күшті болатын. Әжем оны тарамыс деп те атайтын. Сол күштілігіне бола атаса керек. Мен бірде әжеме, неге тарамыс дейсіз деп, әкемді кемсіткен екен деп. Не десе де шешемнің еркі деп күлді әкем. Қарай гөр мына жаманды, әкесіне болысып жатыр ей, деп әжем өтірік ашуланған болды. Әлі есімде, бір рет әкемнің Момынқұл дейтін інісі әжеме, қой шапа деп дауыс көтеріп қалып еді, әжем тарс кете жаздап, сен тұрмақ момыш маған осы күнге дейін бетіме тік қарап сөйлеген емес, сен қайдан шықтың иттің күшігі, жоғал көзіме көрінбе деп үйден қуып шықты. Не болып қалды деп әкем кіріп келді. Әжем оны аймалап арқасынан қағып, анау үнің көргенсіздеу болып бара жатыр, жөнге сал туысқаның деді. Мақұл апа, сазайын тарттырайын, бірақ ұрмай-ақ қояйын, мақұл ма апа деді. Мейлің деп күрсінді әжем. Момынқұл көкем сол түні қой қорада түнеп шықты. Таңертең әкем оны жақсылап сөгіп салып, басқа бір ауылға бір аптаға аттандырып жіберді. Сол екі ортада әжем енді Момынқұлды сағынып, әй, әлгі тентек неме қашан келеді деп қайта-қайта сұрай берген ғой жарықты. Ол кезде біздің елде хат жазып қара танитын адам екен саяқ. Молда дейтін молдалардың өзі Құранның о жер бұ жерінен шала-шарпы жаттап алған болмаса, нағыз дүмшелер. Ал момыш болса өз бетінше тырмысып, сауатын ашқан кісі. Сонымен бүкіл аймаққа әйгілі, сыйлы адам еді. Жаңадан билік құра бастаған орыс әкімдері алым-салық қағаздарын шығарып, қол қою, бармақ басу деген әдетке айналды. Шағым жазу, арыз жазу салт болды. Ал қара танымайтындар арыз жазып бер деп әкеме келеді. Әкемнің әділдігіне сенеді. Ояздың қасында ол кезде Тілмаш болар еді. Тілмаш дегенің елді билеп төстеген сұмпайының өзі ғой. Соның аузы дуалы. Ұлыққа сол не десе сол болады. Арызды Тілмаш оязға не деп аударып жатқанын сауатсыз қазақ қайдан білсін. Әкемнің айтуына қарағанда Тілмаш дегенің пара жегіш даулескер,
Екі жақты бірдей сорушы жемқор болған. Сенің сөзіңді сөйлеймін дейді де ұлыққа әңгіменің өңін айналдырып жеткізе береді. Ел ішінде неғұрлым дау-дамай, айтыс-тартыс, жанжал көп болса, ұлық пен тілмашқа соғұрлым тиімді. Екі жақты бір-біріне айдап салып, шабындырып, сабылдырып, шығындатып, арандатып, алдап, ұрып, ала беру сол кездегі чиновниктердің, атқамінерлердің тәсілі болған. Ол кезде әрбір 3 жылда ояз болыстар мен билердің төтенше съезін шақырар еді. Оның қарсаңында сайлау науқаны сапырылысып, екіұдай тартыс, жік-жік айтыс, пара беру, жала жабу, бірін-бірі тірсектен қағып, орға жығу, айла тәсіл, қулық сұмдық, болыстыққа талас өрттей қаулай берер еді. Сайлау тәртібі бойынша тас салуға 50 түтіннен бір кісі өкілдік алады. Ал іс жүзінде бір рудың атынан бір мықты ғана сайлаушы. Бір ру елдің еркін сыртынан сатып, сол елдің азаматтарының атынан сөйлеп, сонысы үшін пара алып жүрген пысықтар аз емес. Шынтуайттап келгенде дауыс беріп тас салу деген де жай сөз. Чиновник оған қарамайды. Болыстыққа таласқандардың қай жағы дүниені көп берсе, сол жағына қарай қағазды икемдеп жібереді. Сайлау қағаздарын қалай жасаймын десе де өз қолында. Соны білген атқамінерлер ояздың чиновнигінің аузын алуға жанын салып бағады. Ояз шықты, сияз бардың кері келеді. Күштінің алдында байғұстар бас изейді шығындап. Бақталастар бірін-бірі балағаттап қаралап бағады. Домалақ арыз ағладай келіп, арызды оқып жатқан ұлық болмаса да, қайран қазекең арыз жазып қалуды парыз санайды. Ол болмаса бас ауыратындай көрінеді, бойына ас батпайтындай көрінеді. Ұйқысы шала, күлкі жоқ, есі дерті айбақтатып арыз жазсам дейді баяғы. Бір жолы өңшең атқамінер пысықтар сайлау алдында жиналып алып қатты сассын. Жандары алқымға келіп қиналып тығырыққа тіреліпті. Ойбай, қағаз тоқтап қалды дейді ғой бір-біріне қатты сасып. Асу бермес асқар белдің алдында амал құрғандай боп тұрған кездер екен. Ішінде әкемнің нағашысы Байтана Текебай би де бар екен. Ол кісі қайта сайланудың сары уайымымен ақылап үхілеп берекесі кете беріпті. Оязға дер кезінде мына қағаз бармайтын болды деп қатты қайғырған сонша, соны көріп менің әкем Момыш не болып қалды, неге қиналдыңыз деп сұрайды. Жартыны ешкім жаза алмай қойды ғой, Құдай-ау, депті би. Жарты дегені 2-ден 1 екен. Мен жазаламын депті менің 24 жасар әкем. Сен жаман не жазып жартам дейсің? 2 күннің жүзі болды, ол қиын жазуды мына оқыған молдалардың өзі түсіре алмай отыр деп Текебай сене қоймайды. Мен жазып берсем қайтесіз депті әкем. Әкемді салы суға келіп отырған молдалардың ішіне алып барады. Сонда Момыш 2-ден 1 деп жазып, жарты дегеннің осы екенін түсіндіріп беріпті. Қанша күн басы қатып, қамалып отырғандар өңі кіріп, қайта тіріліп, қуанып, құнжыңдасып, әкеме тәнті болып қалса керек. Текебайдың бақталасы Талас Алатауының бөктерін жайлаған Жаңабайдан шыққан Байзақ Татқанның баласы Қабылбек деген кісі екен. Байзақ Татқа заманында Қоқан ханына қарсы шығып, содан қапыда қолға түсіп, Құдияр ханның жарлығымен зеңбіректің аузына байланып атылып кеткен. Енді міне сол Байзақтың 50 жастағы ұлы Қабылбек Текебаймен тіресіп қалған кез екен. Қабылбек жағы Текебайды ұры деп, әділдігі жоқ парақор деп ұлыққа жамандап жаза берсе керек. Сонда Текебайдың 30 жастағы үлкен ұлы Серкебай Қабылбек жағының әлгіндей жаласына шыдай алмай, жанына 10 жігіт ертіп, Қабылбектің аулына тасырлатып жетіп барған дейді. Қабылбектің қарсы алдына отырып алып, қамшысын жерге шиіріп тастап, бір бәлеге бастап, қалың жұрттың арасында Байзақ Татқанның баласын ой балағаттайды келіп, айтпағанды айтады, елде зәре қалмайды, қан төгілмесе неғылсын деп қалтылдаған халық. Ақ Орданың сыртындағы әйелдер жағы әруақ Құдайға сеніп, сыбырласып қана сөйлеседі. Ал Серкебай ахиланып алса керек, ар намысқа тиетін ауыр сөздер айтып айқайлап отыр. Қабылбек сонда қыбыр етпепті, ләм деп тіс жармапты, қабағында қақпапты. Жаңабай жағы улап-шулап, намыс буып, кек қысып, орындарынан тұра-тұра ұмтыла бастаса, Қабылбек оларға тек қолмен белгі беріп, басып тастап отырады. Бірақ тіс жармайды. Аталас ағайын туғаны бұған шыдамай қаны қайнайды. Қабылбек тырс етпейді. Оның бұл қылығына ыза болған сотқар Серкебай одан бетер одыраңдап айтпағанды айтса керек. Ақырында атына қарғып мініп, 10 жігіті жанында ауылына салып ұрып қайтып келіпті. Серкебай кеткен соң Жаңабай жағы жабылып, Қабылбекке наразылық айтып жатса керек. Ойбай-ау, бізді неге бөгедіңіз? Ақ Орданы басындырып қойғаныңыз қалай? Әруақтың сай-сүйегін сырқыратып қайтып тірі жүреміз, ойбай. Байзақ Татқанның басынан ешкім асып көрмеген. Біз не болып барамыз?
Әлгі әупілдеген төбеттің көтінен қуып барып, қарақанын құстырмасақ, жер басып, тірі жүргеніміз құрсын. Аяғынан салбыратып, ағашқа іліп қоймасақ, атымыз өшсін. Аттанайық, аттан, байзақ, дес бермей елеуреп, көкпелері өрек-көк өршеленіп алған ағайындарын Қабылбек бірақ сөзбен қайырып салып, тоқтат деп ақырып қалған. Опық жейтін сол Серкебайдың өзі болады әлі депті. Ағайындары амал жоқ тыйылыпты. Ал Серкебай әкесі Текебайдың алдына барып мақтанып тұрса керек. Екі аяғын бір етікке тықтым байзақ әулетінің. Қаһарлы Қабылбектің өзі жұмған аузын аша алмай қалды. Былай деп боқтадым, былай деп балағаттадым. Текебай сонда баласына ақымақ депті. Серкебай үйден атып шығып, өз отауына барып, 2 күн қатарынан нәр татпай өкпелеп жатып алыпты. Ал сайлауға дайындық қыз қайнап жатса керек. 3-ші күн дегенде Серкебай әкесіне келіп аяғына жығылады. Мені Құдай сыйлады. Өзімен 20 жас үлкен Қабылбектің бетінен алып тілім тиді. Ел көзіне қарайтын бет қалмады. Текебай ат-шапан айбын дайындап, жанына жиын ертіп, Қабылбектің ордасына өзі барған екен. Жаңабай жағы Текебай қол жиып соғысқалы келе жатыр екен деп қалса керек, өздері де сап түзеп сақадай сайы қарсы шығады. Қабылбектің ордасына ат шаптырым қалғанда Текебай қасына Серкебайды алып, басқалардан оқ бойы озып шығып, әкелі балалы екеуі Қабылбек жағына келе жатады. Қабылбек те, мынау соғысатын жерді айт деп келе жатыр ғой деп, өзі жеке шығып Текебайға тура тартады. Сонда Текебай сонадайдан аттан түсіп, Қабылбектің қасына келіп, менің күшігім саған қарап шәуілдесе керек, Қабылбек. Айбын көтергелі келдім алдыңа. Кешіремісің сірә депті. Мына сөзден Қабылбектің қабырғасы сөгіліп, қалбалақтап атынан аунап түседі. О, текті би Текебай, сенің балаңның айыбынан менің айыбым асып кетті білем. Аға болсаң да, сені мен аттан түспей тыңдаппын ау. Сен кешіремісің мені? Бұл әдепсіздің бүкіл әулетімізге таңба болатын болды ғой. Оят деген ай. Ат шапан айып сенен емес менен ақсақал деп, үстіндегі зерлі шекпенін шешіп, Текебайдың иығына жауыпты. Сөйтіп тұрып Жаңабай жағына қарап, уа ағайын, сайлауда Текебайға дауыс беріңдер. Мен қойдым дауысқа түскен деп айқай салған. Әлбетте ағайын арасы аз күн арыз құрассыз болғанмен, мансап, дәреже, атаққа таласу, айқай шу, дырду тоқталмаған. Аз күн жарық дүниеде атақ үшін, билік үшін алысып, жылсып, ғұмырын өткізген қу заман екі жақты ит шығыспен алма кезек арандатып қойған. Дүниеден Текебай би де Қабылбек болысты өтті. Ал олардың аттандаулы, аламан тасыр өміріндегі бір парасатты сәт, әлгі сол екеуі де аттан түсіп, бір-бірінен кешірім сұраған кез екен. Текебай бидің тоқтап қалған қағазын жүргізіп жібергеннен кейін, момыш әкеме талай рет болыстың писарі бол деп қолқа салса керек. Бірақ әкем көнбепті. Ұлыққа писар болған соң бас бостандық жоқ, басыбайлы болыстан кіріптар боп қаламын дейді екен. Жалғыз атты кедей болса да, кісіден кіріптар болғанды қорлық санап, аз күн жарық дүниеде азаттық аңсап, қатықсыз қара су ішсе де, бай манапқа алақанын жаймаған. Әкемді 28 жасында ауылдың старшыны сайлапты. 17 жыл старшын боп тұрып, 18 жыл дегенде бұл дәрежесін өз ықтиярымен құрдасы Еріш деген кісіге берген екен. Әкем жарықтық өмірінің ақырына дейін ел арасында тура момыш атанып кетті. Қанша жыл аз ауылдың кішігірім әкімі болса да, бүйірі томпайып мал біткен емес, бар байлығы жалғыз аттан артпапты. Әйтсе де кедейдің қолы жомарт, әкемнің қызғаншақтық, бақталастық дейтін қу мінезі жоқ, қолы ашық кісі болған. Бары болса кісі шақырып той томалақ өткізуге құмар боп тұрар еді. Дүние мал жеуді жек көретін. Бір жолы мен ес біліп етек жиған кезім, базар барып азын-аулақ ақшаны жаратып қойсам керек. Өгей шешеміз мұныма күңкілдеп ұрса берді. Әлден ұрма, ақша бітсе шашып жүреді, тұра бара не болады? Әкем сонда өгей шешеме жай ғана, ақша дегеннің өзі шашуға шығарылған нәрсе де, деп тастады. Бала кезімде алыстағы ауылымызға арбамен бақалшылар келер еді. Өрік, мейіз, алма алқоры, қант, науат, тәтті, мәмпәси деген соларда. Бала біткен әкемізден ақша сұрап қыңқылдаймыз келіп, бақалшы да сумақ. Көзімізді қыздырып қызыл алмасын көрсетіп, бірлі жарымын топ баланың ортасына лақтырып жібереді. Әлгі алмаға сонда жатып кеп таласамыз ай келіп. Алма бар, өрік бар, алмасаң да көріп қал деп, бір жағынан саудагерді сұңқылдап жан қоймайды. Алма бізге таңсық, қайран қазақ. Сөйтсек алма дегенің біздің Мыңбұлақтың бойына өскенде де мәуелеп қалады екен. Ол кезде бапандықты құнттамаған елміз. Ал бақалшы айқайлап бара жатады. Айна бар, тарақ бар, алмасаң да қарап қал. Біздің апаларымыз алма алқор алғаннан гөрі сол
құрғыр айна тарақ, ине жіп алғанды пайда көреді. Тек әкем момыш қана бала құмарлығын түсінетін еді. Әке шешесі ақша бермей бұртиып тұрған балалардың бәрін қаз-қатар тізіп қояды да бақалшыға: «Әй сарт, өрігіңнен бір қадақ, мейізіңнен бір қадақ, мәмпәсиден бір қадақ тарт» дейді. Соның бәрін тепе-тең бәрімізге бөліп береді. Тіпті сонда бала көтерген келіндері де келіп: «Ал атаңа бар, тәтті береді» деп тұрар еді. Әкем базардан қайтқан күні біздің үйде кішігірім той сияқты жиын болатын. Қоржынның екі басы базарлыққа толып келеді. Сонда өрік мейізге бір тойып қаламыз. Бала біткен сондықтан әкемді жақсы көретін. Асылы істеген жақсылығыңды бала тәуір біледі. Кейбір үлкенге істеген жақсылығың зая кетеді. Қолдан кетсе баланы қуанту керек. Ол қуанса шын қуанады. Ал ересектердің арасында сырты жылмаң, іші арамдары кездесетінін Құдайға шүкір көріп жүрміз. Қолдан келсе баланы қуанту керек. Әкем менің сондай кісі еді, жарықтық.